Сәлем қыздар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте ерекше, өте дәмді ұйғыр мантысын көрсеткім келіп тұр. Қамырға 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз жақсылап араластырып, үстіне 250 грамм су қосамыз, оған 600 грамм ұн саламыз. Сол кезде қатты әдем болып шығады қамырымыз. Осылай жақсылап илеп болған соң 5-10 минут демалдырып, тағы да бір қайталап илеп алыңыздар. Сол кезде қамыр өте керемет болады. Міне, ие қанған әдемі қамыр. Осылай 500 грамм етті алып, майдалап, кубиктап турадым. Оның үстіне ет майынан осылай 200 граммын алдым. 200 грамм пияз алдым. Оның үстіне қара бұрыш, кориандр және тұз салдым. Сулы әдем болу үшін кішкене су қостым. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Дайын ие қанған қамырымды үшке бөліп, оны домалақтадым. Енді осыны 1,5 сантиметрден кесіп шықтым. Бөлек-бөлек ұнға былғап демалдырып қоямыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін екі жағында ұнға осылай батырып демалдырасыздар. Қамырды жайған кезімізде доп-домалақ қылмай, осындай сопақша қылып жаясыздар. Қамырды бүккен кезімізде қамырдың ұшынан алып бүгіңіздер, әйтпесе қамыр жабысқан жер қалың қамыр болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай ұшынан жабыстырып, қатты қысып жіберіңіздер. Сол кезде піскен кезде де сол жердің қамыры қалың болып қалмас үшін. Сопақша қылып жайған қамырдың бір ерекшелігі тағы бір, манты етіп бөгілген кезде жалпиып қалмайды, формасы өте әдемі келеді. Байқасаңыздар, қамырды ұшынан жіңішке қылып, еще қатты қылып, қысып бөккен жақсы. Осы сопақша қылып жайғанның арқасында мантының пішіні әдемі болады. Егер домалақ пішінді болса, бұлай әдемі формада шықпайды, пішіні өзгеріп шығады оның. Әдемі, пішіні де әдемі. Формаға қойған кезде бір-біріне қатты жақын қылмаңыздар. Өйткені парда бұлар піседі, сол кезде қамыры бір-біріне бүйірлері тесіліп қалмас үшін белгілі бір қашықтықта қойған дұрыс. Міне, дайын болған мантымыз. Қандай керемет, сулы, өте керемет, дәмі тіл үйреді. Ат адамның қанаты, ас адамның қуаты демекші, қуатты болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!